Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде дәмі тіл үйіретін балды торт. Жасалу жолы өте оңай және бисквитті медовый торт. Оның бір ерекшелігі көп уақытты алмайды, 10 минутта дайын болатын медовый пирогымыз. Жасап көруге кеңес беремін. Бізге ол үшін ыдысымызға әселімізді салып, орташа отта ерітіп алатын боламыз. Еріген әселдің үстіне соданы салып, өте қатты жылдамдықта қозғайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай 2-3 есеге ұлғаяды және түсі өзгере бастайды. Енді бізге сарғыш түске енді және түсі өзгере бастады. Осы кезде бізге сары майымызды салу қажет болады. Енді сары май толықтай ерігенше қозғайтын боламыз. Біздегі масса дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Сары майымыз толықтай еріді. Енді бізге жұмыртқалы массамызды дайындау қажет болады. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқа, қант және тұз қажет болады. Осы жұмыртқалы массамызды миксердің көмегімен қант ерігенше көпіртетін боламыз. Біздегі жұмыртқалы масса дайын. Енді еріткен медымызды құятын боламыз. Оны миксердің көмегімен шайқап аламыз. Біздегі масса дайын. Енді ұнымызды електен өткізіп, 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Сол үшін 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Біздегі масса дайын болды, қамырымыз. Енді бұны пергамент қағазына салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде 4 корж болады. Корждарымызды орналасып болған корждарымызды пешке 180 градуста 5-10 минутта пісіріп аламыз. Енді бізге кремін жасау қажет болады. Бізде крем заварной, сүт, қант, жұмыртқа қажет болады. Бізге 4 ас қасық ұн. Енді оны баяу отта қозғайтын боламыз. Біздегі крем дайын бола бастады. Оған сары майымызды салып, сары майымыз ерігенше қозғайтын боламыз. Бізде сары майымыз еріді. Өте жылдам қозғау керек, себебі мұнда түйір, яғни комок болып қалмау керек. Біздегі креміміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай қою крем болып шығады. Енді бізге корждарымызды кальцоның көмегімен бір қалыпты етіп кесіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бізге тортымызды жинау қажет болады. Әр коржға 3-4 қасықтан кремімізді жағып шығамыз. Осылай барлық корждарымызды жинап шығатын боламыз. Біз кальцияда жинайтын себебіміз тортымыз біркелкі болып шығу үшін. Міне бізде 4-ші коржымызды тағы салатын боламыз және кремімізді жағамыз. Енді бізге крошки жасау қажет болады. Крошкиді біз кесілген корждардың шетінен жасайтын боламыз. Оны қолдың көмегімен үгітіп аламыз. Өйткені біздегі бисквитіміз өте жұмсақ. Блендерді де қажет етпейді.
осылай әсемдеп шығамыз. Барлық жерін әсемдеп шығатын боламыз, өз қалауларымызша. Енді бізге дайын болған балды тортымызды бір күнге холодильникке қоюға да болады. Дәмі өте керемет болады. Мен бір күн холодильникке қоятын боламын. Біздегі балды тортымыз дайын. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Егер сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін.